осылай ауылда отыра бересің. Көшіріп алайыншы сізді өзіме. Сен күлімге дауыс көтере бермесеңші, оның артық кеткен ештеңесі жоқ. Мен сенің мамаңа қашан қабағымды түшіттім, соны айтшы маған. Үйлеріңе айтпай бекергені келген екен. Немерелерімді көріп бір қуантайын деп ойлап едім. Ескерте салыңыз керек еді маған. Ауылда жүрген жоқпыз ғой. Өзіңнің жақсы көріп қалап алғаның әйелдің жаманы болмайды. Қайда кеттің, ба? Қайда кеттің бейін? Мамаңды ауылға бартса деген адам қалай қорғайсыз? Не істедің мені? Жалғас, айғайлама. Айғайлаймын, мама. Мен не істеуім керек? Сіздің бір ауыз мақтауыңызды естуім үшін. Жібердейм. Кішкентайымнан еститін елдің балаларының ерлігі. Барынша күшті бала болуға тырыстым мен, мам. Болды, мен бұдан артық жақсы бола алмаймын, барым осы. Намаған сен сияқтағанның қажеті жоқ. Түсіндің ба? Бұдан бұлай олай істейтін болсаң, оңдырмай мұқтың ба? Неге маған келгенде соқыр болып қаласыз сенен көрмей? Маған тіпті өкпең қара қазанда екен ғой. Онда бар, жақсы шеше тауып ал. Үнемі осылай айтасыз сіз маған, мама. Сен шешең үшін мен тағы да сөз естейтін болдым ғой. Шешені мен таңдамай, маған Құдай таңдап берді. Өзімнің туған шешеме өгеймін. Осыншама ауыр сөз естейтіндей. Не қорлық көрсеттім саған. Сен маған не айтып тұрсың қазір? Екі жұлдыз, екі бақыт көктегі, төбемізге тұрып алды кетпеді.